Құрметті көрермендер, Ұнайым Айдары. Қазіргі таңда қыз жігіттер көбінесе әлеуметтік желілерде ғана сөйлеседі. Біз осы қателікті жөндеу мақсатында жігіттерге кішігірім мастер-класс өткізгіміз келіп тұр. Сонымен қарсы алыңыздар, қазір қыздың көңілін табатын біздің Ұнай шоу резиденттері, яғни жігіттер. Сонымен, Ұнайым Айдарының бүгінгі жұлдызды қонағы өзі актриса, өзі керемет жан. Жазира Еркін! Байқа. Жігіттер, өзімізді... Соңғы рет, мұрынмен сықыр жіберейін. Жігіттер, кішкене сабырлы болайық, өзімізді... Сабырлы болайық. Жазира. Қош келдің, Жазира. Осындай мені жағдай көріп тұрсың ғой. Сәлем барлықтарыңызға, сәлем. Үлкен рахмет. Қош келгенге. Жазира, міне осы жігіттер қазір саған жылы сөз айтады. Отопление. Қандай жылы сөз? Енді оны қазір барысында көре жатармыз. Тигрде барсыңыз. Таңдауға бола ма? Әрине болады. Бұл өмір емес, таңдауға болады. В общем, Нұрол дейші болды ғой. Дұрыс түсінбей атсаң, не болу екен түсінбей атсаң, Нұрол дейбер болды. Жазира, жігіттер саған біртіндеп шығып подкаст жасайды, комплимент айтады, жылы сөздер айтады, сұлулығыңмен тамсанады сенің былайынша айтқанда. Бірінші ұнамайтындарды қуып шық. Сосын барып, ұнайтын өзіңе алып қаласың. Жарай ма? Қуып шығатын шыбын емеспіз, бірақ ше. Қой ұқсатып қуып шықса бәріміз. Сонымен қошеметтеріңізбен Ұнайым Айдары бастаймыз. Бірінші кім? Елжан. Йорка, мен саған айттым ғой, сұлу қыздарға аллергиям бар деп. Неге шақырдыңдар? Ондай слабыйлар бар ма не? Бір шанс береміз бі, Елжанға? Көрейік. Мүмкіндік берейік Елжанға, кәні. Шапалақ қайда, кішкен көтерін көңіліме отырайық та? Есақам шығып атыр. Қазір біреуге хабарласады. Құрметті достар, кім мына жерге әлемдегі ең сұлу гүлді отырғызып кеткен? Тоңады ғой. Осындай ше. Для начала пойдет. Басына болады деп тұр, Есақа? Бастапқа болады. Жазира саған миллион теңге керек па? Керек. Онда декретқа миллионмен шығар жерейін ба? Балаң да болады, миллионың да болады. По-любови. Ұнайды, ұнамайды? Ұнамайды. Ұнамайды? Шынымен ба? Сонша күліп алып ұнамайды дейсің ғой. Бас, бірінші кәнеу. Жазира саған 2 миллион теңге керек па? Сразу 2 бала деп ойлап едім ғой. Егіз деп. Не? Қалдым ба, қалмадым ба? Анжаққа барғың кеп тұр ғой, да? Жоқ. Опыт ничему не учит, получается. Онда, давай, қайттан. Жазира саған 3 миллион теңге керек па? Алай, до конца я демесең 15 миллионға дейін кете берем қазір. 5 миллион бер, келдім. Соңғы сауда 3 миллионға алып қалды, бай. Кім көп береді? Аукцион болады ма? Мен 700 теңге ба? Не істейміз, Нұр болды? Қалсын, арамыздан ең үлкен аға осы. Жоқ, іске сәт. Қала ма? Жоқ. Қалмай ма? Біреуге ренжімеңіз. Іске сәт. Азамат! Башай, аяққа башай. Жазира! Үй салқын болып акиматтан жылу сұрап едім. Сізге қартай жіберіпті ғой, кешіріңіз.
Не дейсіз? Баланың бетінен қақпай ақ қояйын ба? Қақпай ақ қой. Уже қағылып таған. Бүйтіп қағылып қалған уже. 4 қыз қағып кетті осынан. Көріп тұрсың жағдай қиын. Жылу жоқ еще үйде. Мама тонып отыр үйде. Қалсын апа жетім бала ғой. Серьезно күлетін де емес. Жақсы қалаға. Сындырып алған соң сразу қойды. Жалғастырайық, Нұрсұлтан. Сәлем. Сәлем. Есіңіз кім? Жазира. Мен есім Жанболат. Почти өтіп тұр ма, пока енді. Енді Жазира, сені мен басында дауыл деп ойлап қалдым. Өйткені мен көбісі шатыр деп айтады. Дауыл сен тұрған кезде шатырым кетіп қалды. Өте әдем сияқты. Давай көрейік тағы. Көрейік тағы дейді Нұрсұлтан. Қошемет, әрмен қарай. Бексұлтанға жалғастырайық, тоқтамаймыз. Сәлем. Сәлем. Сізге қарап, табиғат сіздің сұлуыңызбен жақсы жұмыс жасаған сияқты. Рас енді ол. Ол рас. Шындықты айтып тұр. Ол рас. Шындығы үшін қал. Айна. Рахмет. Әрмен қарай. Есақам. Құрметті достар, менде ұсыныс бар. Жазираға қарап тұрып ойланам. Кейде осындай қазақтың сұлу қыздарын қызыл кітапқа енгізіп бастау керек сияқты. Қандай кілей мұнау? Құмарлас кілей ғой. Бүйтеді ғой. Жабыспай. Не дейсіз? Жазира. Қызыл кітапқа енгізіп жатыр. Жақсы. Қызыл кітапта барыс Қызыл кітапқа енгізетін жануар ма не деп. Ата браконьерлер сені атпайды. Қалауы. Қалай? Қорғап Есақам қалды. Қала ғой. Жазира, сіздің сұлулығыңыздың сыры неде? Неге саған десең? Аргет па не қадырсың? Бетімде десең. Жоқ, қалмайсың. Кете берсін. Басқасы келесін. Қызды ауыстыртса отырсың ба? Сұраққа кез келген жауап болады ғой? Иә, любой айта бер. Кез келген жауап. Жазира, сіздің сұлулығыңыздың сыры неде? 2. Тауып берейін деп пе едің? Жазира, жүрмей-ақ қояйықшы, общем, давай пока. Азаматтар ренжітіп қойдың. Көзбен тесіп жібердің ғой, құрсын. Байқасайшы, Жазира. Төртеуміз бірге Әрмен қарай жалғастырайық. Нұрсұлтан. Ұрдың тамыр. Тамыр жора, давай. Жайлап Нұрсұлтан басын жуып келсең, қор. Жазира Жаппарқұл штанга көтереді. Мен сен мінезін көтерем, сен просто көтеріп жүрсең болды. Жазираның мінезі штангыдан да ауыр. Әдемі. Әдемі ма? Нұрсұлтан, қалдың. Әдемі. Сен әлі осындайсың ба? Келесіде Елдар Сәулемен кезей. Кім болып еді? Нұрсұлтан қалды. Әрмен қарай. Бексұлтан. Жазира, мен хатико емеспін, бірақ сені күтуге дайынмын. Қал. Қалды. Бексұлтан. Әлі таппадың ба? Мен үмітпен отырмын ғой. Келіншегім, мамасы. Жақсы, давай кеттік. Балдар деймізші жүр. Рахмет, Азамат. Рахмет. Так, төртеуміз қалды. Есақа. Құрметті достар, араларыңызда музейдің қызметкері бар ма? Әлемдегі ең бағалы экспонат мына жерде не істеп тұр? Қалады. Қалды. Есақа қалдың. Есақам біліп алған сияқты. Не керек екен? Бір балынан ұстап алды өзі. Араларыңда кітапханашы бар ма? Мұн жерде көне кітап несе тұр деп шатас көтсем. Ойнай. Азамат, қайдасыздар, балдар? Балдар, рамыс болып отыр, қайдасыздар, балдар?
Елжан, рахмет. ойнап айтам. Ауыр. Кешірім жоқ, просто кетіп баратын. Бірақ кешірім сұрап атын. Көне кітап емес, энциклопедия. Нұрсұлтан. Анамнан кейін жездеме демет. Жездеме конкурент табылған сияқты ғой. Сен әдемі деп тұрмын ғой, Не ашпам? Расын. Болмады ма? Жездесімен жарысқын келмеді ма? Бексұлтан. Жазира, мен сіздің қасыңызда газдалған су сияқтын, сәл сілкісең шашырайын деп тұрмын. Пока шашырамай тұра тұр. Асқа кетті. Тағы біреу бар. Жоқ, болды, сәл сілкінбей тұра тұр дейді саған, иә. Шашырамасын дейді іштеңе. Жазира. Мен қазір өзгердім. Есақа. Жазира, мына жерден тез кетіп қалшы, сені біреу ломбардқа тапсырып жібере ма деп қорқам. Мен серьезно кетіп қалған жоқпын. Тағы бір реттен бола ма? Болады, әрине болады. Онда Есақам дайындала тұрсын, Бексұлтан. Мен ма? Кезек. Так, тағы бір рет дейсің ма? Бексұлтан күшті дайындалып келген сияқты. Жазира, сіз вирус сияқтысыз. Сіздің қасыңызда демаламай, аяғым дірілдеп, жаңа температурам көтеріліп жатыр. Сен вирус сияқтысың дейді. Ауруға теңеп отыр сен. Махаббат ауруы. Қалтыратып тұрмын ғой. Махаббат ауруы дейді бір жағынан. Қалтыратып тұрсың, иә? Бар үмітім сізде. Бексұлтан қала тұр, қазір. Жазира, мына жерден тез кетіп қалшы, сені біреу металломға тапсырып жібере ма деп қорқам. Енді ауруға қарағанда металл жақсы шығар. Жоқ, Жазира, енді жігіттер шынымен де бағандан бері еңбекте енді жарысты, сен үшін осының бәрі. Металлом, ауру қайсы конкретно? Ауру тоже ауыр, металлом тоже ауыр. Темір тесек деп отырғандай, соған теңеп отыру. Вирус ау. Вирус па? Бексұлтан жеңіске жетті бүгін. Жазираның жүрегін жаулаған Бексұлтанға қошеметтеріңіз. Есақама да қошемет соғып қойыңыздар. Рахмет көп-көп. Ал бүгінгі ұнайым айдарының жұлдызды қонағы актриса Кереметжан өзіміздің әріптесіміз десек те болады. Жазира Еркін. Қаттырақ қошеметтеріңіз. Рахмет жан. Маған осы шоу ұнайды, 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 ұнайды.